Күнделікті өмірде сүйіп қолданатын лимон жемісінің 6 пайдасымен таныс болыңыз. Лимон шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, ерітіндісімен тамақ шайса болады. Ол жалпы иммунды жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады. Сүйелдер. 2 лимонның ұсатылған қабығына 30% сірке судан жарты стақан құйыңыз. Тығыз жабылған ыдыста шайқап отырып 8 күн ашыту. Сүзіңіз. Осы тұнбада суланған тампонды күніне бірнеше рет сүйелдерге жағыңыз. Сепкілдер. 100 грамм бал алып, лимонның шырынымен араластырыңыз. Осы қоспамен дәкеден жасалған майлықтарды дымқылдатыңыз және сепкілдер бар жерлерге 15-20 минутқа жағыңыз. Нәтижеге жету үшін үнемі қолдануға болады. Қан қысымы төмен болғанда. Төмен қан қысымы болған кезеңде тамақтан соң үгітілген кофе дәндерінен 50 грамм, балдан жарты килограмм және 1 лимонның шырынынан жасалған қоспаны 2 сағаттан кейін 1 шай қасықтан қабылдаңыз. Қоспаны тоңазытқышта сақтаңыз. Бас ауруы. Жаңа лимонның қабығын алыңыз, цедрадан тазартыңыз, шекеге қойыңыз және бірнеше уақыт ұстаңыз. Кейін терінің үсті қызиды және қышиды, ал бас ауруы басылады. Тістерді нығайту. Егер сіз тістеріңіз ақ, ал тамырлары мықты болсын десеңіз, тістеріңізді лимонның қабығымен ысыңыз. Қайызғақ. 4 лимонның қабығын 1 литр суда 15 минут қайнатыңыз. Қайнатпаны сүзіңіз. Шашты қайнатпамен аптасына 1 рет шайыңыз.